Ал бисмиллахи-рахмани-рахим. Ниетті турлаймыз. Я Раббым, тек қана бір сенің разылығың үшін көремін. Иншалла, пайдалы болсыншы. Жетістікке жету құпиялары 3-ші бөлім. Жетістікке жету негізі 2 жолмен болады бізде. Ол қиналып жету, екінші жеңіл жету. Міне. Кез келген жобана, кез келген істе, кез келген жаңағы бизнес проектте, неважно қандай амал, кез келген бір жаңағы жетістікті алайық, соған біз екі түрлі жолмен жетеміз. Біріншісі қиналып, екіншісі жеңіл. Қиналып дегенде адам сол жолда жаңа нервін құртып, ресурсын құртып, шаршап, денсаулығын құртып, жаңағы әлсіреп, сондай жолмен жетеді. Екіншісі ол жеңіл, рахаттанып, шүкіршіл болып, ойнап жүріп, күліп жүріп жетеді жетістікке. Осы екі жол. Бұның құпиясы неде? Ол қалай десеңіздер, яғни адам өзінің мына жерде миында қандай установка бар, сол установкамен сол жетістікке жетеді. Егер сен ол жетістікті қиын десең, яғни бір кез келген жаңағы үлкен бір жетістікке жету үшін мен қиналуым керек, мен осымен жертваға кетуім керек, мен үйтуім керек, мен бүйтуім керек десең, сен солай жетесің. Ал бұл жетістікті беріп тұрған, ойды салып тұрған Алла Тағала, бұған жеткізетін де Алла Тағала, бұл жетістікке мен Алланың тек қана шексіз мейірімімен, рахыммен, Алланың беріп жатқан потенциалымен, Алланың беріп жатқан қабілет қасиеттерімен жетем десең, сен жеңіл жетесің. Яғни кейде біз ойлаймыз, көп қиналсам сауабы көп болады деп. Расында Құранда аят бар екен, расында Алла Тағала сендерге тек қана жеңілдік қалайды деген. Яғни бізге Алла Тағала қиындық қаламайды. Қиындататын барлық нәрсені өзіміз. Негізі бізге Алла Тағала жеңілдік қарайды. Барлық нәрседе бізге тек қана жеңілдік қарайды. Соны үнемі есте сақтап отыруымыз керек та. Яғни сен нені шынымен жеңіл келеді десең, ол саған шынымен жеңіл келеді. Нені қатты қиын келеді, ой қойшы десең, ол шынымен саған қатты қиын келеді. Оған оған миыңды жеткізу үшін Алланың кеңшілігіне салу керек екен. Ол қалай? Негізі біздің адамның миы шектеулі ғой. Адамның миы шектеулі. То есть біз определенно бір жерге дейін ойлана аламыз, бірақ біздің ойымыз шексіз емес. Әйтеуір бір жерден ой бітеді. Бітпейді емес, бітеді. Ал Алла Тағала шексіз. Яғни Алланың шексіздігі біздің миымызға сыймайды. Бір какой-то бір отрезогын ғана бір елестете аламыз, бірақ барлығын елестете алмаймыз. Сол үшін біз шектеулі ойлаймыз да, шектеулі, ограниченный ойлаймыз. Алланың кеңшілігіне салу үшін, барлық ісімізді Алланың кеңшілігіне салу үшін, барлық ісімізді жеңілдету үшін Алланың нығметтеріне өте көп көз жүгіртуіміз керек екен. Өйткені Алланың нығметтері шексіз ғой, ал біздің миымыз шектеулі. Алланың нығметтері шексіз. Алланың нығметтеріне көз жүгірту дегеніміз Алланың жаратқан дүниесіне өте көп қарап, ойлану, ой жүгірту. Мысалы, Аллаға жеңіл мына аспанды тірексіз ұстап тұру. 24 сағатта жеті. Қаншама мыңдаған жылдар бойы. Жеңіл, Аллаға жеңіл, Алланың кеңшілігі. Аллаға жеңіл мұхиттағы китті тойдыру. Алып көк мұхиттағы китті тойдыру. Аллаға жеңіл ғой, жеңіл. Бізге ол как будто нереальный сияқты. Ол кит деген салмағы 3-4 тонна, ол қаншама балық жейді, қаншама нәрсе жеу керек, ол тою үшін нереальный сияқты. Бірақ Аллаға ол жеңіл. Аллаға жеңіл. Осы 8 миллиард халық бар ма мына әлемде, жер шарында? Соның бәрін бір мезетте тыңдау, бір мезетте бәрін бақылау, бір мезетте барлығын естіп, барлығын дұға тілектерін қабыл ету жеңіл. Алланың кеңшілігі да. Яғни менің жетістігім маған қиын, Аллаға жеңіл. Вот солай өзіміздің установкамызбен жұмыс істесек, ой қабілетімізбен жұмыс істесек, маған бұл қиын мүмкін, бірақ Аллаға жеңіл деп жеңілдетіп алсақ, жолымызда сәл жеңілдейді. Яғни үнемі жетістікке жетудегі келесі құпия, келесі сыр, ол
Алладан жеңілдік сұрау. Кез келген кәсіпті, эксперттілікті, кез келген бизнесте мейлі қарым-қатынас болсын, мейлі ата-анаңмен қарым-қатынасын дұрыс болмай жатсын, мейлі сен ешкім түсінбей жатыр, күйеуіңмен қарым-қатынас, қаншама сабақ оқыдың, семинар өттің, анда бардың, мында бардың, даже ниетті туралай алмай жатсың, иә? Бәріміз білдік жаңа бірінші сабақтан да ниет турлау керек, ананы ету керек, мынаны істей алмай жатсың. Отырда жеңілдік сұра. Аллахым, мен қолымнан келмей жатыр. Сен идея бердің, мен оны жасай алмай жатырмын, маған жеңілдік берші. Расында сен маған жеңілдік қалайсың ғой деп отырып жеңілдік сұрау. Жеңілдік сұрау дұғалары интернетте, чат GPT-да, Google-да өте көп. Қалаған алып, оқып, жаттап алып, күнде айтып отырыңыздар. Жетістікке жеңіл сәтті жетудің құпияларының бірі ол жеңілдік сұрау. Аллаға жеңіл екенін миымызға түсіндіру, сосын соны жеңілдік сұрау. Аллахым, бұл саған жеңіл ғой, маған қиын, бірақ саған жеңіл деп жеңілдік сұрау. Кез келген жобада трагедия, драма жасамай, жаңа көп қиналсам береді деп ойламай, өмірді қиындатпай, Алланың шексіз нығметтерін үйіп төгіп беруші екені үнемі ойымызда ұстап тұру. Сосын екінші құпиясы, келесі құпиясы, жетістікке жетудің құпияларының тағы да бір сыры ол Алла туралы жақсы ойда болу. Алла тағала бізге айтады, құлым мен туралы қандай деп ойласа, мен сондаймын дейді. То есть мен мынандаймын деп айтып тұрған жоқ та, мен туралы құлым не ойласа, мен сондаймын дейді. Яғни сен Алла туралы мейірімді, Алла сондай жомарт, Алла маған қамқор, Алла маған бере береді, Алла сондай щедрый, добрый, он заботливый десең, Алла тағала шынымен саған сондай болады. Өйткені сенің ойың сондай. Алла тағала өйткені соны өзі айтып тұр. Сен мен туралы не деп ойласаң, мен саған сондай боламын деп тұр. Сол үшін мына жерде Алла туралы ойымызды жақсартуымыз керек. Алла маған беруші, Алла маған қамқор, Алла кешіруші деген өте осы жердегі ойды жақсартуымыз керек. Сол кезде өмірімізде жақсарады. Егер Алла саған жазалаушы, кешірмейтін, қатал десең, сенің өміріңде де сынақтан сынақ, не бір қандай да бір істі бассаң, қиын, қиналып, стресспен істесең еркіңнен шығаратын сондай болып келеді да. Өйткені Алланың айтып тұрған сөзіне келіп тұр да, сен мен туралы не деп ойласаң, мен саған сондай боламын деп тұр. Саған өзі құпия секрет айтып тұр. Өмірдің секретін, мына өмірдің хикметін, өмірдің даналығын бір сөзбен айтып тұр. Мен туралы жақсы ойда болсаң, мен саған тура сондай боламын деп тұр. Егер болады ғой бір адамдар бере береді да, ойлайсың андай қатты жомарт па деп ше, сол адаммен сұрасаң, маған Алла береді ғой дейді. Яғни оның ар жағында миында Алла беруші, Алла жомарт деген установкасы бар да, Алла туралы жақсы ойлап тұр. Шынымен ол адамға Құдай бере береді. Сол үшін бүгінгі сабақтағы ең тиетін екі дүние ол жетістікке жетудегі құпиялардың бірі ол жеңілдік сұрау, яғни Аллаға жеңіл екенін ескере отырып жеңілдік сұрау. Аллахым саған жеңіл, маған қиын, маған жеңілдік берші деп сұрау. Екінші, Алла туралы жақсы ойда болу. Сол кезде Алла қаласа кез келген ісіңіз, кез келген қарым-қатынасыңыз, кез келген жобаларыңыз келесі деңгейге жеңіл, көркем түрде шығады. Алла қаласа маған тіркеліп кетіңіз. Иншалла сондай бір пайдалы, хайырлы, берекелі ілім-біліммен бөлісу ниеттемін.